Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі таңғы асымызға осындай пирог жасайтын боламыз. Осындай таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Сосын 1 пиала қантымызды салып алып, қантымыз ерігенше жақсылап миксермен араластыратын боламыз. Қантын жақсылап ерітіп алдық. Енді бізге 1 кесе айран және кішкене шай қасықпенен 1 қасық толтырмай ас содасы. Осыны жақсылап араластырып, реакция жүргенше жақсылап араластырып аламыз. Айранымыз жақсылап көпіру керек. Дәл осы видеодағыдай реакция жүру керек. Осы айранымызды тұқым салып, шекер салған массамызға жақсылап құйдық. Енді осыны араластырып аламыз. Неке айран құйылып массамыз дайын болды. Енді осы массамыздың үстінен 1 кесе ұн, енді осы 1 кесе ұнымыздың үстіне 1 шай қасықта разрыхлителді араластырып алатын боламыз. Разрыхлителімізді салдық, ұнымыздың үстіне араластырып, массамыздың үстіне шетінен қосып араластыра отырып, ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Мен шетінен араластырып отырып қозғап аламын. Неғұрлым ұндарыңыз жақсылап отырса, пирогымыз да соғұрлым әдемі болып шығады. Неке осы біркелкі етіп ұнымызды жақсылап араластырып, осы сұйық масса жасап алдық. Енді осы сұйық массамыздың үстінен сұйық май құятын боламыз. 100-150 грамм сұйық май құямыз. Оны да жаймендеп араластырып отырып құйып. Сұйық массамыз дайын болды. Енді осы сұйық массамыздың үстінен 1 ванилин қосып жіберсек болады. Себебі иісі әдемі болып шығып тұрады. Мен 1 ванилинді қоса салдым. Жақсылап араластырамыз. Массамыз араластырып болдық. Енді осы массамыздың жартысын мынандай бір ыдысқа бөліп аламыз. Мен осылай 2 ыдысқа бөліп алдым. Енді мына бөліп алған ыдысымызға үлкен қасықта 2 қасық какао салатын боламыз. Менде шоколадный массамыз дайын болды. Какаомызды жақсылап араластырып алдым. Енді осыны мындай 26 сантиметрлік осы ыдысты жақсылап бір жұқа қылып майлап аламыз. Себебі құрамында май. Осылай бір қасықтан бірінен соң бірін құйып шығамыз. Пирогымызды құйып алдық. Енді осы пирогымыздың бетіне әркім өз қалауы бойынша узор жасаса болады. Осылай әрқалай жасай берсеңіздер болады. Бұл бізде зебра пирогымыз. Осылай узорларды өздеріңіз қалауларыңыз бойынша сала бересіздер. Пирогымыз дайын. Енді алдын ала 180 градуста қысып тұрған пеште салып алатын боламыз. Пирогымыз піскенше әркімнің пешкісі әрқалай. Сондықтан піскенін қалай білуге болатынын көрсетемін. Пирогымыздың піскенін қалай білеміз? Оны мынандай зубочистканы алып, былай ішіне тығып көреміз. Сонда жабыспай шығады. Міне біздің пирогымыз толықтай пісіп шықты. Бүгінгі таңғы шайымызға дайындаған зебра пирогымыз дайын болды. Осылай жұмсақ, әдемі болып, үлпілдек көпсіп шығатын пирогымыз дайын болды. Менің рецептім ұнаса, подписка жасап, маған тіркеліп кетіңіздер.